Қазіргі әлемде халықтың тарихи санасында теледидар мен кино өнері үлкен маңызға ие. Көрермендердің санасы мен жүрегіне әсер ететін осы қуатты тетік арқылы бүгінде жастардың патриоттық санасын қалыптастыратын, мемлекет тарихы мен рухани мәдени мұрамен таныстыратын фильмдер кең экранға белсенді түрде шығарылуда. Кино мен телевизияның бұл іргелі міндеттері сонау қазақстандық кинематографтың бастауында қаланды. Отандық киноның бай тарихы мен дәстүрі бар. Оның жылнамасына кино өнерінің майталмандары Шәкен Айманов, Әмина Өмірзақова, Серке Қожамқұлов, Қанабек Байсейітов және басқа да ұлы шеберлердің есімдері алтын әріптермен жазылған. Олардың қатысуымен түсірілген фильмдер қазақ халқының ұлттық рухын, мінезін, дәстүрін жеткізетін терең мағыналы картиналар. Отандық кинематографтың қалыптасуы мен дамуында еліміздің ірі киностудиясы Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм ерекше рөл атқарады. Киностудияның әр жылдары түсірген тарихи фильмдері ұлы дала тарихының беттерін және ата-бабаларымыздың өзіндік әлемін айқын көрсетеді. Атақты Қыз жібек, Көшпенді, Жау жүрек мың бала, Қазақ хандығы, Томирис және тағы басқа кинотуындылар миллиондаған көрерменнің жүрегінен орын алды. Көрерменді тәрбиелеу мен ағартудың даңқты дәстүрлерін қазіргі қазақстандық кинематограф жалғастырып келеді. Деректі қойылымдық фильмдер, телевизиялық сериалдар мен толық метражда көркем картиналар топтамасы шығарылуда. Соның арқасында бүкіл әлемдегі миллиондаған қазақстандықтар мен көрермендер Қазақстан тарихымен қол жетімді әрі көп адамға ұнамды нысанда теледидар, кино және әлеуметтік желілер арқылы таныса алады. Мұнда өскелең ұрпаққа ерекше көңіл бөлінеді. Мультипликация өнер түрі ретінде балалар тәрбиесінде үлкен рөл атқарады. Балалар фильмдері мен мультипликациялық сериалдар ұлттық қаһармандары пір тұтушылықты қалыптастырып, ұлы даланың фольклоры, мифтері мен аңыздары туралы айтып бере алады. Біздің жастарымыз еліміздің көрнекті тұлғалары, салт-дәстүрлері, тарихы туралы білуге тиіс. Бүгінгі таңда ата-бабаларымыздың сан ғасырлық мұрасын цифрлық өркениет жағдайында түсінікті әрі сұранысқа ие ете отырып, өзектілендіруге мүмкіндік беретін фильмдер, блокбастерлер, теленовеллалар, мультфильмдер мен көркем картиналар түсіріліп те қойды, түсірілетін де болады.